достар, бүгін сіздермен бірге осындай керемет блинчик пісіретін боламыз. Керекті заттар: сүт, шекер, жұмыртқа, май, сода және де ұн керек болады. Жұмыртқаларды аламыз. Осылай. Ыдысымызға саламыз. Шекерімізді саламыз үстіне. Осындай құралмен араластырамыз. Sodamızı саламыз. Bir чайная ложка сода кетеді. Бұны да араластырамыз. Осылай қосамыз. Біздің істейміз. Тым бітірілді. Бұндай сүт болса болмайды. Алмаңдарынан. Что-то не дойды. Мынау да жетіп тұр ғой. Ұнымызды алып, үкіштен өткіземіз. Осылай араластырамыз. Анамызды жақсылап осылай елеппен өткізіп алып, қоймау үшін араластырып аламыз. Достар, сіздер қалай жасайсыздар блинчикті? Мен осылай жасаймын. Өздеріңіз қалай жасайтындарыңызды комментарийге қалдырып кетсеңіздер. Үстіне май құйып араластырамыз. Блинчик қатып қалмақ үшін май құямыз үстіне. Жақсылап араластырып, блинчиктерімізді осындай сұйық тесто болады. Бізде осындай тесто шықты. Қымыз сияқты. Енді пісіріп алатын боламыз. Ожауымызды алып, осылай бір ожау құйып, сковородкамызға пісіріп аламыз. Менің тамағым ауырып тұр, мән бермеңіз деп тапсырма. Осындай блинчик шығарды. Грипп жүріп жатыр дейді ғой. Бізде осындай блинчиктер шықты. Өте әдемі, дәмді.